Сәлем достар, бүгін жеке адамның психологиялық өзгешеліктері, яғни темперамент туралы айтатын боламын. Темперамент дегеніміз жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі. Ол адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл қозғалысынан, жалпы белсенділігінен жақсы байқалады. Темперамент ағзаның физиологиялық өзгешеліктерімен, әсіресе жоғары жүйке қызметінің тума қасиеттерімен шарттас психикалық құбылыс. Темперамент адамның жалпы қозғалысынан, мәселен, біреулер шапшаң қозғалады, тез қимылдайды, енді біреулер жай қимылдап, асықпай істейді. Психиканың күші мен тереңдігінен, мәселен, біреу өжет, алғыр болса, екінші біреу керісінше сылбыр, жігерсіз болады. Адамның көңіл күйінің ерекшеліктерінен салмақты, тұрақты, жеңіл, тұрақсыз тағы басқа эмоция сезімдерінен біреу сабырлы, екінші біреу күйгелек, тағы басқаша қасиеттерінен байқалып отырады. Темперамент туралы алғашқы ой-пікірлер ғылымда өте ерте кездің өзінде-ақ айтыла бастады. Ежелгі Грекияның белгілі ғалымы дәрігер Гиппократтың біздің заманымызға дейінгі 460-356 жылы еңбектерінде бұл жөнінде біраз пікірлер айтылған. Гиппократтың ойынша әртүрлі темпераменттер адам мен жануарлардың денесінде 4 түрлі сұйық заттарға байланысты болмақ. Мәселен, ағзада қанның пропорциясы артық болса, сангвиник, латынша сангвиус қан шырыны басым болса, грекше флегма шырын, флегматик темперамент деп, қара өт басым болса, меланхолик, грекше мелания холе, қара өт, сары өт басым болса, холерик, грекше холей, өт темпераменті деп аталған. Гиппократ ағзадағы сұйықтықтарының біріне екіншісінің басым болуы кейбір аурулардың шығу тарихын түсіндіруге де жарайды деді. Ол мидың рөлін түсіне білді. Оны бездердің бірі деп санады. Бұл адамның жеке ерекшеліктерін жаратылыстық ғылыми зерттеудің алғашқы қадамы еді. Темпераменттің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан дәлелдеген академик Павловтың ілімі темперамент туралы түсінікті ғылыми жолға салды. Жүйке жүйесінің типтері ми қабығындағы қозу, тежелу процестерінің 3 негізгі белгісі күші, тереңдігі, қозғағыштығы деп, олардың бірінің екіншісіне алмаса алу қабілеттілігін айтады. Осы принципті негізіне ала отырып, Павлов жүйке жүйесінің төмендегі түрлерін ажыратады. Жүйке жүйесінің типтері: күшті тип, күшті, қозу, тежелу, басым. Бұл ұстамсыз тип. Күшті, қозу мен тежелу тең ширақ тип. Әлсіз типке күшті, қозу мен тежелу баяу тип деп. Павлов сангвиниктерді ширақ, жүйке жүйесі күшті, қозуы мен тежелуі тең, қозғағыш адам. Холериктерді ұстамсыз, жүйке жүйесі күшті, қозуы тежеуінен басым. Флегматиктерді жүйке жүйесі күшті, қозуы мен тежелуі бір-біріне тең болғанымен қозғалысы баяу адамдар десе, меланхоликтерге жүйке жүйесі әлсіз типті адамдар деп сипаттама берді. Темперамент жайлы осылайша қысқаша түсініктеме бере кеттім. Ертең барлық түрлеріне жеке-жеке тоқталатын боламын.